Мен Чүренбаева Дәметкен 2013 жылы Маңғыстау облыстық медицина колледжін мейірбике ісі мамандығы бойынша үздік бағаға тамамдадым. Жалпы еңбек өтілім 9 жыл. Қазіргі таңда Ақтау қаласы Еркемет клиникасында жалпы тәжірибелі учаскелік медбике ретінде қызмет атқарамын. Учаскелік медбикенің дәрігерге дейінгі қарауды жүргізуге көмектесу, науқастың қан қысымын, температурасын өлшеу және де профилактикалық аурулардың алдын алу үшін іс-шара жүргізу. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Ал мен таңдаған мамандық мейірбике ісі. Мейірбикенің жұмысына ең қажет нәрсе өз ісіне және науқастарға жауапкершілікпен қарау. Медицинаның қай бөлімінде жұмыс жасаса да, мейірбике ісі әрқашанда жан-жақты ізденісті, біліктілікті, төзімділікті қажет ететін мамандық. Жұмыс барысында барлық процеске толығымен жауапты болуды қажет етеді. Өз ісін жақсы көріп, жауапкершілікпен атқарғанда ғана өз ісіңе деген сүйіспеншілігің арта түседі. Мейірбикелер медициналық топтың белсенді әрі белді мүшесі. Емделушіге психологиялық тұрғыдан демеу көрсетіп, мейірімділік танытып, тезірек айығуына жәрдемші болады. Емделушіні қабылдағаннан, оның аяқтан тұрғанға дейінгі өміріне жауапты мейірбикелердің еңбегі қашанда жоғары бағаға лайық деп есептеймін. Жүгі ауыр салада қалтқысыз қызмет етіп, мейірімділік пен жылылықтың символына айналып, игі қызмет жасап жүрген мейірбике ісі әрқашанда сый құрметке лайық деп ойлаймын. Себебі әрбір жанға медициналық көмек көрсетуде дәрігермен қатар медбикенің атқарар рөлі зор. Бұл маман иелері денсаулық сақтау ісінің ажырамас бір бөлігі. Денсаулық жаршысына айналған адам өмірінің арашасы, науқасқа ем сыйлаушы жандарды келіп жеткен төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.